Сәлем достар, бүгін сіздерменен ең оңай пирогтың рецебімен бөлісемін. Бұл шынымен де үйіңіздегі бар заттардан жасалатын пирог. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқамызды шағып, оны шекер қосып отыра жақсылап миксерлейміз. Пирогымыздың көтерілуі осы миксерлеуге байланысты болады. Соның үшін 2 есе көбейгенше әппақ болғанша жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғанымыздан кейін кефирімізді қосып, венчиктің көмегіменен жақсылап араластырамыз. Кейін болса ұнымызды міндетті түрде електен өткеріп салуымыз керек. Ұнымызға разрыхитель және де ванилинімізді қосып, осылайша електен өткеріп, бір жанына қарай айландыра отыра жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде мен өзім қалауымша мейіз пайдаландым. Сіздерде өздеріңіздің қалауларыңызша түрлі жаңғақтар, шоколад немесе еш нәрсе қоспасаңыздар да болады. Менде осындай форма, оны мен сармаймен майлап алдым, және де осының үстіне мен қазір тестамды құямын. Тегістеп құйып алғанымыздан кейін духовкада 180-200 градуста 20-30 минут davamında пісіп шығады. Ал ас болсын осындай өте дәмді, нәзік және де осындай пышный болып шығатын пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, орталары да әдемі болып піседі және де бұл құрғақ қана емес, ығал болып, керемет болып тұрады. Видео ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі мен күніге жаңа рецептпен бөлісемін. Менен қандай рецепт күтетіндеріңізді комментарий бөлімінде қалдырыңыздар.